Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде қазақ тілі пәні бойынша 3-ші сыныптың 86-шы сабағы. Тақырыбымыз негізгі және туынды етістік. Ендеше сабағымызды бастайық. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда. Мен қалай оқуға бардым? Менің Әбіш деген құрдасым бар еді. Әкесі оны оқуға берді. Бір күні ойнайын деп бардым. Әбіш кітап оқып отыр екен. Тыңдасам, кітабында жұмбақ, мақал, өлең, басқа да жақсы сөздер көп екен. Оқу үйренсем, мен де сондай оқыр едім деп ойға қалдым. Үйге қайтып келдім. Оқуға барамын дедім. Әкем мен апам бұл ойымды ұнатты. Әкем мені оқуға апарып берді. Ахмет Байтұрсынұлы. Тыңдаған мәтін бойынша бір-бірлеріңе сұрақ қой. Мәтін неліктен 3 бөлікке бөлінген? Әбіш кітаптан не оқып отыр? Оқығым келетінін кімге айттым? Менің оқығанымды кім қолдады? Әкесі қайда апарды? Осы сұрақтарды бір-бірлеріңе қоюларыңа болады. Мәтін неліктен 3 бөлікке бөлінген? Себебі мәтінде 3 азат жолдан абзац басталып тұр. Әрбір азат жол тиянақты 3 ойды білдіріп тұр. Сондықтан мәтін 3-ке бөлініп тұр. Келесі тапсырма. Әр бөліктің тақырыбын анықта, оларға ат қой. Құрдасым Әбіш. Кітапқа деген құштарлық. 3-ші мектеп табалдырығын аттаған күн. Осы 3 нені тақырыпты қоюға болады. Келесі. Төмендегі сұрақтардың жауабын жаз. Біріншісі, Әбіш маған кім болады? Әбіш менің құрдасым. Мені не қызықтырды? Әбіш кітап оқып отыр екен. Тыңдасам, кітабында жұмбақ, мақал, өлең, басқа да жақсы сөздер көп екен. Мен не істедім? Оқуға барамын дедім. Ертеңіне әкем мені оқуға апарып берді. Келесі. Сурет мазмұнын болжа. Әлидің күнделігін оқы. 2 ақпан 2017 жыл. Бүгін сыныбымызбен Ахмет Байтұрсынұлының мұражайына бардық. Бұрын Ахмет Байтұрсынұлы тұрған үй 1998 жылы мұражайға айналыпты. Мұражайда 3 зал бар екен. Ол кісінің әр жылдарындағы фотоларын көрдім. Шығармаларымен таныстым. Мұражай маған ұнады. Бұл күн мен үшін ерекше әсерлі күн болды. Күнделік дұрыс жазылған ба? Ойыңмен бөліс. Әлиге қандай кеңес бересің? Әлидің күнделігі өте жақсы жазылған, бірақ менің Әлиге берер кеңесім бар. Мәтінге мұқият қарасақ, Ахмет Байтұрсынұлы деген есім 2 жерде тасымалданып жазылған, ал адамның аты ешқашан тасымалданбайды. 13-ші тапсырма. 2 бағандағы етістіктерді оқып салыстыр. Барды, бар, түбір, ды, жалғау. Көрді, көр, түбірі, ді, жалғау. Айтты, айт, түбір, та, жалғау. Оқыды, оқы, түбір, ды, жалғау. Көздеді, көз, түбірі, де, жұрнақ, ды, жалғау. Ойлады, ой, түбір, ла, жұрнақ, ды, жалғау. Тістеді, тіс, түбір, те, жұрнақ, ды, жалғау. Биледі, би, түбір, ле, жұрнақ, ды, жалғау. Қай бағанадағы етістіктердің түбірі зат есім? Көз, ой, тіс, би. Не деген сұраққа жауап беретін зат есім? Етістік негізгі және туынды болып бөлінеді. Түбір сөзден болған етістікті негізгі етістік деп атайды. Мысалы, оқы, жүр, күт, ки. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған етістікті туынды етістік деп атайды. Ойла, ақылдас, ақта. Келесі тапсырма. Мақалды жатқа жаз. Ел үмітін ер ақтар, ер атағын ел сақтар. Бұл жерде етістік ақтар, сақтар. Етістіктердің астынсыз ақтар туынды етістік екенін дәлелде. Ақ, түбір, тар, жұрнақ. Келесі. 15-ші жаттығу. Ағаш бұтақтарындағы етістіктерді теріп жаз. Биле, несте. Туынды етістік, түбірі би, не зат есім? Көзде, несте. Несте деген сұраққа жауап береді. Туынды етістік, түбірі көз, не зат есім? Арқалы, несте. Туынды етістік, түбірі арқа, не деген сұраққа жауап береді? Зат есім. Қапта, несте. Туынды етістік, түбірі қап, не деген сұраққа жауап береді? Зат есім. Жырла, несте. Туынды етістік, түбірі жыр, не деген сұраққа жауап береді? Зат есім. Қолда, несте. Туынды етістік, түбірі қол, не деген сұраққа жауап береді? Зат есім. Баста, несте. Туынды етістік, түбірі бас, не деген сұраққа жауап береді? Зат есім. Осымен сабағымыз аяқталды, балалар. Сау болыңдар.